Сәлем достар, сіздермен бірге болған РККЗ. Бүгін мен өзімнің аккаунтымды сатамын, яғни бұл өзімнің аккаунтым дегенде. Мен осы аккаунтты бір баладан алдым. Алғанда мен бұны сатып алдым, кішкене арзандау бағаға. Міне достар, енді осы аккаунтты сататын боламын. Енді бұның бағасы енді 1000 теңге. Достар, көрейік, кеттік. Енді персонаждан бастайық. Персонажға келсек, Джозеф, Лаура, Рафаэл, Моко, Каролина, София, Антонио, Максим, Тимур. Енді өздеріңіз қарап аласыздар. Так, енді склад. Складқа келсек, міне секрет маг. Достар, енді бұның ішінде енді көп зат жоқ. Енді аккаунтты жоқ адамдарға, яғни өзінің аккаунтын ұрлатып алғандарға немесе енді бастаған адамдарға болады. Міне достар, так, мынау алмаздың джекпоты дейміз. Енді достар, міне енді осы. Так, Софияны қоя салайық. Енді Софияның қыз персонажының киімін көрсетеміз. Тегін пропуск деймін. Міне достар, бұл менде жоқ, өкінішке орай өзімнің аккаунтымда. Бұл да менің аккаунтым болды да, бірақ мен бұл аккаунтпен көп ойнамадым. Сосын мен бұны класстасыма беріп тастаған болатынмын. Бергенде бірақ уақытшаға. Міне достар, енді қазір сіздер комментарияға мұны аккаунтта қалай сатасың, дымда жоқ қой дейсіз деп айтасыздар, оны білемін. Міне, бірақ мен жаңа айтқандай, енді бастаған адамдарға болады. Так, енді склад, коллекция фон. Міне фон ешкімге маңызды емес, тек қызық болсын деп көрсетемін. Міне лутбокс, розек скиндерге парашют. Міне айтпақшы, менің бұрында мен еркін деген аккаунтым бар, соны бір бала бұзып алды. Сондықтан менде аккаунт жоқ болған соң осы аккаунтты сатып алдым. Сатып алған соң мен ана еркін қазақ деген аккаунтты бір-екі апта өткен соң сол аккаунтты сатып алдым. Міне, менде жоқ эмоция бар, мынау бар, менде мынау бар, мынау да бар менде. Достар, енді сендерге оружиесін дұрыс көрсетіп кетейін. Достар, енді мен бұл аккаунтты 1000 теңгеге сататын боламын. Достар, енді бастаған адамға болады. Міне питомецке келсек. Достар, осы. Айтпақшы, мен бұл аккаунтты ешкімге тегін бере алмаймын. Себебі мен бұл аккаунтты ақшаға сатып алған болатын. Сондықтан мен бұны ешкімге тегін бере алмаймын. Достар, қош сау болыңыздар. Айтпақшы, бүгін мен видео түсіре алмадым. Оның себептері бар. Қолда басталған жоқ, сабақ дайындадық дегендей. Достар, қош сау болыңыздар. Келесі кездескенше.